Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Мінеге қазір біз Сүлеймания мешітінің артында тұрмыз. Сүлеймания мешіті осы Стамбулдағы маңызды жағынан екінші орында тұрады, ал көлеме жағынан бірінші орында тұрады. Бұл енді мешіт 5000 адамдай сияды. Кезінде Сүлеймен Сұлтанның кезінде 1550-1567 жылдары салынған мешіт. Бұл мешіттің авторы Қожа Мимар Синан деген архитектор. Мұнара биіктігі 53 метр, ал енді ені 26,5 метр. Осы мешіттің ауласында Сүлеймен Сұлтан және қасында Хүреме Сұлтан Роксолана қызы осы мешіттің ауласында жерленген. Стамбулды Түркиядағы мешіттердің астанасы деп санауға болады. Өйткені дәл осы жерде ең көп ислам ғибадатханалары орналасқан. Олардың жалпы саны 3362 мешіт құрайды. Осы мыңдаған діни ескерткіштердің арасында Стамбулдағы Сүлеймен мешіті ерекше орын алады. Бұл көрнекті құрылымның бірегейлігі неде және оның қабырғалары қандай құпияларды сақтайды? Сүлеймания мешіті Османлы дәуіріндегі зәулім кешен, Стамбулдағы ең үлкен ислам ғибадатханасы. Қалада маңызы жағынан екінші орында. Ғимарат ескі мегаполис аймағында алтын мүйізбен шектесетін төбеге жайылған. Діни кешенге негізгі ғимараттан басқа көптеген басқа да ғимараттар кіреді. Олар түрк хамамы, үйсіздерге арналған асхана, обсерватория, медресе, кітапхана және тағы да басқалары. Мұндай құрылымдар ансамблі 4500 шаршы метрден астам аумақты алып жатыр. Сүлейманияның ғибадатханасы тек жергілікті тұрғындар арасында ғана емес, басқа да шетелден келген мұсылман қажылары да ең көп келетін мешіттердің біріне айналды. Сондай-ақ ғибадатхана қарапайым туристерге өте ұнайды. Так, мінеке, мына жерде мына Сүлеймен Сұлтан жатыр. Так. Содан кейін Хүреме Сұлтан. Және де қызы. Осы үшеуі осы жерде жерленген екен негізінен. Мұндай шынайы қызығушылық тек ғимараттың керемет безендірілуі ғана емес, сонымен бірге Сұлтан Сүлеймен біріншінің және оның әйгілі сүйіктісі Роксолананың мазарлары болып табылады. Стамбулдағы Сүлеймания мешітінің тарихы бірінші Сүлеймен империядағы ең үлкен және ең әдемі ислам ғибадатханасын салуға шешім қабылдаған 1550 жылдан басталды. Архитектуралық жоспарсыз ғимараттар салу талантымен әйгілі Османлы сәулетшісі Мимар Синан падишах идеясын жүзеге асыруға міндеттенді. Храмды тұрғызу кезінде инженер арнайы құрылыс технологиясын қолданды. Онда кірпішті арнайы темір кронштейндермен бекітіп, кейіннен балқытылған қорғасынмен толтырылды. Жалпы алғанда Сүлейманияның құрылысы шамамен 7 жыл уақыт алды. Нәтижесінде сәулетші Синанның өзі мәңгілік өмір сүруді болжаған берік ғимарат тұрғызды. Стамбулды дүр сілкіндірген көптеген жер сілкіністерінің ешқайсысы құрылымның өзінде бірде-бір өрт шықпағандай әйгілі қасиетті орынды бұза алмады. Стамбулдағы Сүлеймания мешітінің сыйымдылығы 5000 адамды құрайды. Негізгі күмбездің биіктігі 53 метр, ал диаметрі 28 метрге жетеді. Мешіт ислам ғибадатханаларына тән 4 мұнарамен безендірілген. Оның екеуі 56 метрге, қалған екеуі 76 метрге дейін созылған. Бір айта кетерлігі, бүкіл архитектуралық ансамбль кең бақтың ортасында орналасқан. Оның кейбір нүктелерінде әртүрлі мөлшердегі су бұрқақтар бар. Медресе ғимараты да осында орналасқан. Сүлейманияның шығыс бөлігінде үлкен аула бар. Оның ішінде Сұлтан мен оның әйелі Роксолананың, яғни Хүремнің қабірлері орнатылған. Падишахтың қабірі күмбезді төбесі бар мәрмәр бағандармен безендірілген 8 қырлы ғимарат. Кесене ішінде 7 қабір бар. Оның ішінде Сұлтанның саркофагы басты орында.
Қабірдің ішкі бөлігінде дәстүрлі ислам оюлары бар мәрмәр плиткалардың сәндік элементтері басым. Сұлтан кесенесінің жанында Роксолананың ұқсас пішінді қабірі орналасқан. Онда ұлы Мехмет пен билеуші сұлтан ханымның жиенінің күлімен саркофагтар орнатылған. Мұнда ішкі әрлеу мүлдем өзгеше, бірақ шеберліктен кем емес. Қабірдің қабырғалары Измирдің көк тақтайшаларымен көмкерілген. Оларға өлең мәтіндері ұсынылған. Роксолананың қабіріндегі күмбез ақ түске боялғанын және онда ешқандай жазулар жоқ екенін ескерту қажет. Осылайша сәулетші Хюремнің жаны мен жүрегінің тазалығын баса айтқысы келді. Сұлтан мен Роксолананың қабірлерін безендіруден басқа, бұл үшін көптеген шетелдік туристер көрнекті жерлерге келеді. Мешіттің ішкі құрылымы үлкен қызығушылық тудырды. Ғимараттың 168 терезесі бар. Оның 32-сі күмбездің жоғарғы жағында орналасқан. Сәулетшінің осы дизайны арқасында жарық сәулелері жоғарыдан күмбезден еденге дейін қалың ағынмен ағып, адамның Құдаймен бірігуі үшін ерекше атмосфера жасайды. Сәулетшінің таланты мешіттің декорында көрінеді. Мұнда мәрмәр плиткаларда, витраждар да кездеседі. Мешіт залы гүлді және геометриялық оюлармен безендірілген. Олардың көпшілігінде Құранның қасиетті мәтіндері бар. Ғимараттың едендері негізінен қызыл және көк кілемдермен жабылған. Залдың ерекше безендірілуі бұл күн сәулесінің соңғы сәулесімен жанып тұрған ондаған бергішелі шамдардың үлкен люстрасы орын алған. Кешеннің батыс жағында орналасқан Сүлейманияның алдыңғы ауласы мәрмәр бағандармен безендірілген. Оған бірден 3 кіреберістен кіруге болады. Ауланың ортасында шаршы пішінді мәрмәр су бұрқақ бар. Ол намаз алдында дәрет алатын орын. Кешененің осы бөлігіндегі мешіттің қасбетінде араб тіліндегі қасиетті жазулары бар көптеген керамикалық панельдерді көруге болады. Сүлеймания сияқты көрнекті ғимарат құпияларды жасыра алмайды. Осы ғимарат туралы ғасырлар бұрын қалыптасқан аңыздар бүгінгі күнге дейін айтылып келеді. Олардың бірінде мешіттің құрылысы басталмай тұрып ақ Мұхаммед пайғамбарымыз өзі падишахқа түсінде көрініп, болашақ ғибадатханың салынатын жерін көрсеткенін айтады. Оянған сұлтан дереу сәулетші Синанды шақырып алды. Ол мырзаның қасына барды. Ол түнде дәл осындай түс көргенін толқумен мойындады. Тағы бір оқиға бойынша Сүлейман мешіттің құрылысы ұзақ жылдарға созылғанына өте наразы болған. Оның ашуын парсы шахынан жіберілген сыйлық, асыл тастар мен зергерлік бұйымдар салынған сандық одан әрі өршітті. Осыған ұқсас қимылмен парсы сұлтанда құрылысты аяқтауға қаражат қалмаған меңзегісі келді. Әрине, мұндай келеке сыйлықтар Сүлейменді ренжітті және қатты ашуландырды. Соған сәйкес падишах жіберілген асыл тастарды қасиетті орынның негізіне батыруды бұйырды. Тағы бір аңыз Сүлейманиядегі керемет акустикамен байланысты. Оған Синан стандартты емес жолмен қол жеткізді. Қажетті эффектке жету үшін сәулетші мешіттің қабырғаларына дыбысты жақсы көрсетуге мүмкіндік беретін арнайы пішіндегі құмыралар салуды бұйырды. Сонымен қатар падишахқа оның сәулетшісі өзінің қолымен әбден шайқасты, құрылысты тастап кетті және ол тек күні бойы темекі шегеді деген қауесет пайда болады. Ашуланған сұлтан құрылыс алаңына өзі баруға шешім қабылдайды және сол жерге келгенде қолында кальян ұстаған шеберді шынымен табады. Бірақ ол түтін таппайды. Архитектор сумен гүрсілдеп мешіттің акустикалық қасиеттерін өлшеген болып шықты. Нәтижесінде Сүлеймен өзінің инженерінің керемет тапқырлығына риза болды. Бірақ бұл аңыздар Роксолана мен падишах мазарларының әйгілі панасы туралы білуге болатын жалғыз нәрсе емес.
басқа да қызықты фактілер бар. Так, мінекей мынау қазір кіріп отырғанымыз Сүлеймания мешітінің ауласы. Негізі Сүлеймания мешіті Стамбулдағы маңыздылығы жағынан екінші, ал көлемі жағынан бірінші мешіт болып есептеледі. Бұл мешіттен үлкен мешіт 5000 адам сияды екен. Вефа ауданында орналасқан, көне бөлігінде орналасқан мешіт. Бұл кезінде бұл мешіт Сүлеймен Сұлтанның бұйрығы бойынша 1550 және 1557 жылдары салынған мешіт екен. Бұның жоба авторы атақты архитектор Қожа Мимар Синан болып табылады. Мінекей қарап отырсаңыздар 4 мұнарасы бар екен. Мұнараның биіктігі 53 метр, ал диаметрі 26,5 метр екен. Бұл мешіттің үлкендігі сондай, бұл жерде бұл мешітте моншасы бар, медреселері бар, және ас үйлері бар екен. Сондай-ақ кітапханалар және ауруханалар және де обсерваториялар да бар екен осы. Қарап отырсаңыз өте үлкен мешіт. Бұл мешіттің ішінде жаңағыда айтқанымыздай Сүлейменнің өзі және ең сүйікті әйелі Хуррем Сұлтан жерленген. Қасында қызы Михрамен бірге жерленген екен. Мешіт классикалық үлгіде Османлы сәулет өнерінің ең маңызды үлгілерінің бірі болып табылады. Өте үлкен мешіт, ауласы да өте кең екен. Мына жерде қасында мінекей медреселері бар екен. Мына ауласынан шыққан кезде жалғасы медреселерді көреміз. Мінекей мына жерден шықтық. Мінекей мына жерде медресесі және басқа да архитектуралық ескерткіштер бар.